Жүрек Аллаға толған кезде бар ғой, Аллаға толған кезде әлемдегі ешбір зиян болып есептелінбей қалады. Жүрек Алладан бос болып қалған кезде әлемдегі кез келген ұшып келе жатқан шыбын болса да сізге не болып көрінеді? Ол зиян болып көрінеді. Тиіп кеткен, шайыңа түсіп кеткен нәрсе ішінде боқтап отыра бересің бірдеңіз. Ал Алладан болып жатқан тағдыр екендігін біліп отырсаң, не істемейсің? Ешқандай шикаят, арыз шағымданбайсың. Ана жүрек, ғалымдардың сөзі бар, керемет. Ғалымдарымыз айтады, оны тапса дейді жүрек, оны тапса не жоғалтыпты дейді. Кімді тапса? Алланы тапса жүрегің не жоғалттың дейді. Сенің өмірің бар, күнің мен түнің әрбір сәтің Құдайға байланған болса, не жоғалттың деп жатыр. Оны жоғалтқан дейді, не тауыпты дейді. Оны тапқан не жоғалтыпты, оны жоғалтқан не тауыпты дейді. Күшті ма? Әдемі. Алланы жоғалттың ба, не таптың ал? Не таптың? Бүкіл дүниенің байлығын алдыңа әкеліп қой. Бүкіл дүниенің бақытын алдыңа әкеліп қой. Алла Тағала Құранда айтады, кімде-кім біздің аяттарымыздан, яғни бізден бас тартса, маишатан данка дейді. Әбігей, не дейді? Әбігер өмір, шаршаңқы, бақытсыздық өмірге беріп қоямыз оны дейді. Көрдіңіз ба? Құдайды таппадың ба, дүниеде ешбір нәрсе жүрегіңе тыныштық бере алмайды ешқашан. Баланың көптігі, малдың көптігі, мансаптың болуы, немесе басқа да тағы дүниедегі түрлі нығметтердің болуы сіздің жүрекке ешқашан тыныштық әкеп бере алмайды, егер де ол жүрек Құдайдан алыстап кеткен болатын болса дейді. Ал егер де дымың жоқ, сіңірің шыққан кедей бола бер, бірақ Алла жүрегіңе толған болса, сен Алламен бірге болсаң, онда сен ештеңені жоғалтқан жоқсың, және жүрегің не? Әрдайым тыныш. Қайсы күшті? Жүректің тыныштығы күшті. Қаншама дұғада келген сахабалардан жүректің тыныштығын сұраймыз, я Алла. Өйткені мына жүрек деген бар ғой, төңкеріп кете береді, бұл ауысып кете береді кез келген сәтте.